Саша! Пошли, вот ты стоишь. Эй! Сюда подойди. Зайди, Дәл осы видеоны көрген жұрт шулай кетті. Әсіресе жануардың жағдайына алаңдағандар көп болды. Солардың бірі Татарстаннан келген қонақ Илгам Натеев. Ол тәртіп бұзушыны қатаң жазалау керек деп есептейді. Ішіп алған жігіттің істеген әрекетін әлеуметтік желіден көрдік. Содан жирафтың қазіргі хәлін білуге арнайы келіп отырмыз. Ол жігітті қатаң жазалау керек. Оған айыппұл төлетіп, осында маусым бойы жұмыс істету қажет. Жирафқа суын тамағын беріп қызмет қылсын. Оқиға 27 шілде күні орын алған. Зообақ әкімшілігі тәртіп бұзушыны жауапкершілікке тарту үшін полицияға арыз берген. Енді ол керекті жазасын алады дейді. Күн сенбі болатын. Ол күні саябақта тек кезекшілікпен жан-жануарларға қарайтын қызметкерлер ғана болады. Түс қайтамаған қызметшілер қоңырау шалып, бір мас жігіттің жирафқа мініп алғанын айтты. Бірнеше минуттан кейін біздің қауіпсіздік қызметкерлері құрықтады. Одан соң бірден Әл-Фараби аудандық полиция бөліміне арыздандық. Его охранники наши выводили с территории зоопарка. Әл-Фараби аудандық полицейлері арызды тіркеген. Қазір тәртіп бұзушыны жауапкершілікке тарту барысында анықтау жұмыстары жүргізілуде. 2019 жылдың 28 шілдесінде Шымкент зообағының әкімшілігі Шымкент қаласы полиция департаменті Әл-Фараби ауданының полиция басқармасына 27 шілде күні келушілердің бірі зообақтың аумағында тәртіп бұзғандығы туралы арызданған. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері мен әкімшілік жауапкершілікке тарту мақсатында келушінің жеке басын анықтауда. Айта өтейік, керіктің жағдайы жақсы, тек келушілерін жатырқап қалған. Есесіне оның күтушісінің қызметі арта түскен. Енді көзден таса қылмай күзетеді. Шымкент зоо саябағының әкімшілігі келушілер мен ата-аналардан өз балаларын көзден таса қылмауларын сұрайды. Бұл олардың өмірі үшін өте қауіпті екенін ескертеді. Нұрлан Пайызов, Нұрлан Бексаитов, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.